Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Қан қысымы қалай дұрыс өлшеу керек? Жас бойынша нормалары және нормадан ауытқу себептері. Артериялық қан қысымы деген не? Бұл ұғымның астарында қанның қан тамырларының қабырғасына түсетін күші жатыр. Артериялық қан қысымы көрсеткіштері адам жүрегінің қандай жылдамдықпен және күшпен жұмыс істейтініне, сонымен қатар оның 1 минуттың ішінде өзіне өткізе алатын қанның көлеміне байланысты. Жас бойынша мойындалған қан қысымының нормасы жүректің, вегетативті жүйке жүйесі және эндокриндік жүйенің дұрыс жұмысының медициналық көрсеткіштерінің бірі. Қан қысымының нормасы. Ересек адамның қалыпты қан қысымы тыныштық жағдайда ғана анықтау керек. Себебі кез келген физикалық немесе эмоционалдық күш қан қысымының көрсеткішіне үлкен әсер етеді. Адам организмі артериялық қан қысымының өздігінен бақылайды. Оған аздаған күш түскенде бұл көрсеткіш шамамен 20 сынап бағанасына көтеріледі. Бұл күш түскен бұлшықеттер мен ағзалардың қанмен қамтамасыз етілуінің анағұрлым сапалы болуын талап етуімен түсіндіріледі. Қан қысымын дұрыс өлшеу үшін келесі нұсқауларды сақтаған жөн. Қан қысымын өлшер алдында денеңізге күш түспеу керек. Шылым шегуге болмайды. Тамақтанғаннан кейін бірден артериялық қан қысымын өлшеу дұрыс нәтиже көрсетпейді. Қан қысымын өлшегенде ыңғайлы орындыққа отыру керек. Арқаны әлденеге тіреп отырған дұрыс. Қан қысымы өлшеніп жатқан қолды жүректің деңгейіне қою керек. Қан қысымын өлшеген кезде қимылдамау және сөйлемеу қажет. Қан қысымын екі қолдан да өлшеу керек. Өлшеу аралығы 10 минут болу керек. Енді қан қысымының қалыпты көрсеткіштерін назарларыңызға ұсынамыз.